Барлықтарыңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін барлығымыздың сүйікті тағамымыз десек те болады. Қуырылған лағманның рецептін ұсынамын. Өте оңай және жасалуы оп-оңай. Міндетті түрде жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Және де менің YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен тағамымызға қажетті етімізді осылай жұп-жұқа әрі ірілеу етіп кесіп аламыз. Осы етімізді қазір мариновать етеміз. Ыдысымызға салып, үстіне 2 ас қасық соевый соусымызды және де аздап қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзымызды қосамыз. Араластырып аламыз да тағы да бөлме температурасындағы 2 ас қасық суымызды қосып, тағы да араластырып, бетін пищевоймен немесе бір ыдыспен жауып қойыңыздар, 1 сағатқа қалдырып қойыңыздар. Енді етіміз дайын болғанша көкөністерімізді тураймыз. Алдымен цветная капустамыздың осында тек қатты жерін ғана алып, осылай кесіп аламыз. Жұмсақ жерлерін алып тастаймыз. Барлығын төменге описанияға жазып қалдырамын, қанша мөлшерде қолданғанымды. Одан соң тәтті бұрышымызды да дәл видеодағыдай турап аламыз. Осы егер де лағмандарыңыз ащы болған қаласаңыздар, жартылай ащы осындай бұрышты алып турасаңыздар болады. Енді 2 сарымсағымызды 2-ге бөліп, осылай жұқалау етіп кесіп аламыз. Одан соң пиязымызды, яғни жуамызды алып, дәл видеодағыдай турап шығамыз. Енді қыздар қалауларыңызға қарай қызанақ яғни помидор қоссаңыздар да болады. Мен біреуін қосуды жөн көрдім. Сәл қамыры қызарып тұру үшін қосып жерсеңіздер болады. Енді барлығын осылай турап дайындап аламыз. Жандоны да морозилкаға қатырып қойған болатын. Енді табамызға осылай майымызды қосып, қазір қуырып аламыз. Еттеріңіз 1 сағаттай мариноватталса, тез пісетін болады және де жұмсақ болып піседі. 5-10 минут қуырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды қосып тағы да қуырамыз. Еттеріңізді 5 минут қуырып алсаңыздар жеткілікті. Одан соң пияз екеуін қуырып болғаннан кейін аздап осылай соевый соустарыңызды қосып, араластырып жіберіп, сарымсақтарыңызды қосып, одан кейін 5 минут қуырылғаннан кейін пекинский капуста, тәтті бұрыштарыңызды, жандомызды барлығын қосып алып, қызанағымыздың барлығын қосамыз да араластырамыз. 10 минутқа бетін жауып, астын жай қойып қоямыз. Енді мінекей қуырылғаннан кейін тағы да осындай көз мөлшерімен соевый соус қосамыз, араластырамыз, 2-3 минутқа тағы да қалдырып қоямыз. Дәміне қарай тұз қоссаңыздар, әрі осының өзінің приправасы болса қосып жерсеңіздер де болады. Бірақ соевый соустың өзінің тұзы бар екенін ескеріп қойыңыздар. Енді подливіміз дайын болғанша қамырымыз мінекей алдына мен осындай дайын қамыр алдым. Қолмен жасасаң болады. Енді осыны пышақпен міндетті түрде осылай 2-3 бөлікке бөліп шығыңыздар. Подливке мен 1 ас қасық томат қосқан болатынмын. Ол жері көрінбей қалыпты. Міндетті түрде қосыңыздар. Сонда қамырларыңыз қызарып тұрады. Мінекей лағманымыз дайын болды. Қыздар өте дәмді болып шығады. Дәл осы рецептпен үй жағдайында сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге ұнары сөзсіз. Видео ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға да ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін белгілеуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.